Сәлем достар, бүгін біз сүзбеден өте дәмді әрі жұмсақ рогалики дайындайтын боламыз. Мен қажетті заттарды алдын ала өлшеп дайындап алдым. Бізге қажетті заттар сүзбе, бөлме температурасындағы сары май, қант және де ұн, қопсытқыш. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп алыңыз. Сүзбеге сары майды салып, жақсылап шанышқының көмегімен езіп аламыз. Оның үстіне қантымызды салып, тағы да жақсылап араластырып еземіз. Егер де сіздің сүзбеңіз құрғақ болса, онда блендердің көмегімен езіп алсаңыз болады. Оның үстіне ұнымызды аз-аздан салып отырып, және де қопсытқышты салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ұнды міндетті түрде елекпен өткізіңіз. Сол кезде біздің рогаликиіміз өте үлпілдек, дәмді болып шығады. Ұнды бірден салып жіберуге болмайды. Егер де бірден салып жіберсеңіз, қамырыңыз қатты болып кетуі мүмкін. Сондықтан да осылай аз-аздан салып отырамыз. Қамырымыз дайын, оны теңдей 2 бөлікке бөлетін боламыз. Қамыр өте жұмсақ әрі нәзік болғандықтан, оны жайған кезде міндетті түрде ұнды сеуіп отыруды ұмытпаңыз. Осылай қамырымызды дөңгелек қылып жайдық, енді 3 бұрышты қылып кесіп аламыз. Мен салмасына шоколад қолдандым. Сіздер кез келген салма қолдансаңыздар болады. Шоколад ағып кетпеу үшін жан-жағын басып, осылай рогаликтер жасайтын боламыз. Рогаликиіміз дайын болғанша пешімізді 170 градусқа қыздырып қоямыз. Міне біздің рогаликилеріміз дайын. Енді оны 170 градуста қызып тұрған пешке 20-25 минутқа пісіріп алатын боламыз. Біздің рогаликиіміз дайын, өте ыстық. Осылай ыстық күйінде үстінен қант ұнтағын сеуіп шығамыз. Рогаликилер өте дәмді, әрі жұмсақ, нәзік болып шығады. Сүзбенің дәмі мүлдем білінбейді. Міне осындай өте дәмді, әрі жұмсақ болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін.